Қазақстанның кең даласы тарихқа толы мекен. Ғасырлар бойы көптеген құпияларды өз бойына сіңіріп жатыр. Көне қалалардың орны, ежелгі қорғандар, бәрі де өткен өмірдің куәгерлері. Осындай ерекше ескерткіштердің бірі Алтын адам. Алтын адам біздің ата-бабаларымыздың даналығы мен мәдениетінің жарқын көрінісі. Бұл табыс Қазақстан тарихындағы маңызды оқиға. Алматы облысында Есік қаласының маңында бір кездері сақ тайпалары мекендеген. Бұл жерде көптеген обалар, қорғандар салынған. Уақыт өте келе олардың көбісі топырақ астында қалған. Тек кейбірі ғана жер бетінде көрініп тұрған. Сол қорғандардың бірі Есік қорғаны. Ол 1969 жылы археологтардың назарына іліккен. 1969 жылы Кеңес одағы ғылым академиясының археологиялық экспедициясы Есік қорғанын зерттей бастады. Қазба жұмыстары барысында ғажап жаңалық ашылды. Қорған ішінен алтынмен безендірілген жауынгердің сүйегі табылды. Бұл дүниежүзілік археология ғылымындағы ең ірі жаңалықтардың бірі еді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша алтын адам біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырларда өмір сүрген сақ тайпасының көсемінің баласы болған. Оның киімі толығымен алтынмен көмкерілген. Бас киіміндегі бүркіт бейнесі, қылышы мен қанжарындағы әшекейлер бәрі де жоғары мәртебені білдіреді.